Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үлпілдек дәмді бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін 200 мл сүт, жарты шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 2 жұмыртқа, 50 грамм ертілген сары май немесе маргарин қосамыз. 400 грамм ұнның кішкене бөлігін сеуіп, үстіне 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Енді жақсылап қамыр елейміз. Міне қамырымыз осында әдемі, жұп-жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырды 10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін осылай жаямыз. Менде осындай форма бар, осы формамен осылай дөңгелетіп шықтым. Сіздерде осындай форма болмаса, пышақпен кесулеріңізге болады. Енді қайнап тұрған майға бауырсақтарымызды саламыз. Міне бауырсақтарымыз осылай көтеріледі. Енді бауырсақтарымыз дайын. Бауырсақтарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Үлпілдек. Осындай бауырсақты дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.